Зұлмат жылдардың сұмдықтары. Автор Ахнабат Айтуова. Ол заманның әңгімесін сұрағанда, бала кезінен арабша, парсы, орыс тілдерін біліп, тақуа, 5 уақыт намазын қаза етпеген, өз заманына жетерлік білімі болған, ұлы отан соғысын көрген, оның алдында қазақтың аш-жалаңаш азып тозғанын орталарында жеткіншек, жасөспірім кезінен басынан өткерген атамыз үнсіз қалып барып, ауыр күрсінетін. Біз сонда да болса, қылтиып отырып алып сұрауымызды қоймайтынбыз. Өйтпегенде ше? Атамыздың жиенінісі болып келетін Мәжит көкеміз, сендердің аталарың өзі бір тарих. Бүкіл ауыл аймағынан, ағайыннан, атадан қалған жалғыз тұяқ боп, басқа елге бірер адам болып қана қашып, шығып үлгерген. Білімділігінің арқасында Өзбекстанда арабша бала оқытқан. Апталдай азамат боп өсіп-өніп, елге келгенде ұлы отан соғысы басталып, немістерге қарсы сұрапыл соғысқа қатысып келді. Ой пырым, ой, ол заманда әр тірі қалған қазақ бір тарих еді ғой. Аталарыңнан сұрап біліп жүріңдер, Құдай қарасқан адам ғой негізі. 40 жыл қырғын болса да ажалсыз өлмейді деген рас қой дейтін. Мұны естіп отырған атамыз күбірлеп дұғасын оқиды да, өзі көрген замандарының барлық жақсысына да, жаманына да Құдайдан кешірім тілеп, ендігі ұрпақтарымызға бейбіт заман бер, я Аллам деп бетін сипап дұға ететін. Атамыз көп сөйлемейтін. Ол заманынан тәптіштеп ашып, еш нәрсе түсіндірмейтін де. Оны кейін түсіндік. Халқымызды баудай қырған орыстың саясаты мен НКВД-ның қанды торларынан кейін барлық жақыны мен ер азаматтары, тіптен әйел адамдардың, аналарының осы саясаттың құрбаны болғаннан кейін ешкімге сенбей тас түйін болып қалған. Сонда да болса, өзінің тектілігімен, ой санасының ұшқырлығымен салқын саясаттан жол тауып шығып жүрген. Еліміздің оңтүстік өңірінде өмір сүрген аталарымызға жас кезінде арғы атамыз, батыр бабаларың Түркістанның түбінде жатыр. 300-дің басын қосып қазақтың жерін қорғап, қан майдан соғыста, кескілескен шайқаста басын тігіп, ерлікпен мерт болғандар. Нағыз мұзбалақ батырлармен иық тіресіп жүріп, өжеттігімен батырлығымен жол бастай білген. Кейін елдің ішінде тыныштық орнап, қазақтың шұрайлы, ұлан ғайыр жері малын өрбітіп, салт дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жалғап өмір сүре бастаған. Өзі қазақ болғалы дала заңы мен мұсылманға лайық шариғат заңымен өмір сүре бастаған. Атамыздың әлі балаңдау кезі болса екен. Әкесі аң аулауға алып шығады. Кездік ұстауды, құстарға тор құрып аулауды, аңға шыққанда ауа райын қалай оңтайлы пайдалануды, желдің бағытын, судың ағысын қалай пайдалану керектігін, күннің атуы мен батуындағы аң құстардың тіршілігімен санасуды, тіптен өзі жүріп адасып қалса, аңдардың інінің аузына қара, олар күнді бетке алып орналасады. Іннің аузы қай жаққа қарап тұр, солай қарай жолға түс. Ауылды тауып барасың сонда деп түсіндіретін. Аттың ең мықтысына мінгізетін. Атың жүрдек болса қашаған болмай, үркімей, үстіндегі иесімен бірге аңдысын аңдып, бірге түсініскендей шапшаң болуға, басын тартып ұстауда да, аң аулауға шыққанда да ептілігін көрсетеді. Жануардың да адамдар сияқты ақылдысы да, ақымағы да болады. Сондай жылқыны тай кезінен танып үйрету керексің дейтін. Жылқыға жалын тартып мініп, жайдақ шауып кете беруге үйрететін. Әкесінің жылдамдығы сонша, баласының құлағынан тек зу-зу еткен дыбыстар ғана шығатын. Садақпен тартып жібереді де, сол бағытқа қарай тарта жөнеледі екен. Осы шама, осы тұс деп атынан түсіп, жаңағы атып түсірген маралды бауыздап, өңгеріп атына салады да ауылға қайтады екен. Сол ауылында басқа бір ауылдан бала кездерінен айттырып, бесік құда болған, қалың малын беріп қойған жігітпен құдалар жағы келіп жатады. Олар қызы бой жетті, қалыңдықты алатын уақытымыз жетті деп алдын ала хабар жіберіпті. Қыздың әкесі біздің аталарымызбен мал жаны аралас, дәулетті әрі батыр кісі болса екен. Ұлдарым бірінен кейін бірі шешектен қайтты. Қызым әлі жастау, жанымда болсын. Бірақ осы сөз, осы уәде. Сендермен 1000 жылдық құдамын. Аулыма түсіп, аунап-қунап біраз қонақ болыңдар. Тойдың басы болсын. Қызымды көруге келген екенсіңдер. Дастарханымнан дәм алып,
Шайырлардың жырын тыңдап, азынаулақ сый-сияпатымды қабыл алып, асықпай шығарсыңдар. Қызыма біршама уақыт беріңдер, келесі көктемде ұзатайын деп, құдаларын біраз күтіп, ауыл боп арқа-жарқа бірнеше күн өткізіпті. Солай жайбарақат отырған ауылға сол жылдың аяғында суыт хабар келеді. Елге жаңа билік келеді екен. Көтерілісшілер, баскесерлер деп бүтін бір ауылды бала-шаға демей қырып, еркек кіндіктілердің бас көтерерлерінің тірі қалғандарын байлап матап айдап әкетіпті. Шамасы келген ауылдар көшуге бел байлапты. Елдің ішінде дүрбелең орнаған заман осылай тағы да басталыпты. Кішігірім жасақтар болып, әр жерден шабуылдарға шыққанмен, мұздай қарсауланған орыс әскерлері арасында жаңа үкімет орнатамыз деген қазақтар да қазақ ауылдарын баудай шауып, шапқан жерлерінен бүлікшілерді талқандадық деп масайрап жүріпті. Ауылындағы ерлерін жасақтарға қосып, бала-шаға мен үлкендерге бір топ жол бастаушылар мен мықты жігіттерді қоса беріп, тауға қарай беттетіп, шекері асып, көшіруге бел байлайды ақсақалдар. Біздің атамыз ол кезде 10-12 жасар шамасындағы бала екен. Соңдағынан қуғыншылар түскенін байқап, жол бастап, бұларды шекарадан өткізіп беруге қоршап жүрген топтың жартысы бөлініп артта қалады. Тауға жақындағанда кішкентай сәби қатты жылайды. Таудың ішінен дауыс жаңғырып, бұлардың ізінен келе жатқан жау естіп қояр. Қолға түсу ол кезде өліммен ғана аяқталатынын білетін анасы баланың аузын алақанымен жауып, біразға дейін дыбысын шығармауға барын салады. Қашып жүріп келе жатып, омырауында аузына салып көреді. Сәл тынышталып, еркек бала болса керек. Жайбаршылық кезде сүтін тойып емген, ал қазір емшектен сүт шықпаған соң бала қайтадан жылай бастайды. Біраз жерге дейін баланың аузын алақанымен басып, дыбысын шығартпай, көзінің жасы көл боп ағып келе жатқан ананың жанары әлі кетпейді көз алдынан. Солай келе жатқанда төменгі жақтан қиқу естіледі. Төменге ілесеп жүріп, әттең-ай, сол кездегі өкінішті-ай. Ілесіп жүре алмай қалған бірер ересек әйелдер мен бала-шаға бар болатын. Бөлініп қалған топты күтіп, таудың беткейінде жасырына тұрамыз, әрі қарай жүруге шамамыз келмейді деп кешеуілдеген екен. Шу көп ұзаған жоқ, бәрін қырып тастаған болу керек. Бір кезде аттылар бір қызды өңгеріп алып бара жатқанын көрдік. Үлкен кісінің біреуі зар еңіреп, құдайсыздар, құдайсыздар, лағнет атқырлар, қырып тастады-ау бәрін. Мына алып бара жатқан қыз Беркіннің қызы ғой деді. Тездетіп жүре беріңдер, біз барайық деп еді. Ақсақалдар жігіттерді тоқтатты. Олардың бірінің артынан бірі тоқтаусыз қалың қолы келіп жатыр. Өздерің мерт боласыңдар. Мына көштің басын өткізіп алайық. Сосын артқа бұрыламыз, жүріңдер деді. Жігіттер ол сөзге де тоқтамай әрлі-берлі жүріп, бір-бірімен ақылдаса бастаған. Жүрегім су ете қалды. Бұл өткенде ғана құдаларын күтіп, жігіт желеңдері мен жеңгелері бірер үлкендерін алдарына бастап, сый-сияпатымен келіп 2 күн қонақ болып, құдандалық тойының шет жағасын, жоралғысын жасап кеткен. Құдалар ауылынан арнайылап келген себебі де осы бір түйір бой жетіп отырған қыз еді. Ай, сұрқия заманның қаны пезерлері-ай. Қыздарымызды күң етіп, ұлдарымызды құлдыққа айдауға салдың-ау. Бағана бөлініп кешеуілдеп қалмау керек еді-ау. Солдаттар қатты шапқыламады. Қашып бара жатқан кішкене ғана топ жасақтарында қырып салдық деп ойласа керек. Жанындағы бала-шаға мен ересек әйелдерді аяусыз өлтіріп, мына үлбіреген жас қызды жерден жеті қоян тапқандай әуелі өңгеріп алды. Сосын жұлқи қозғап отырғызып алды. Қыздың белінен жапсыра құшақтай қысып, аттың жүгенімен алысып, ыржақтап, желе жортып бара жатты. Ананы қараңдар деді бір кезде. Бағана бөлініп кеткен топта Беркін батыр да бар еді. Біраз қуғыншыларды тықсырып, өзі де сытылып шықса керек. Бұрынғыдай тау ішімен жыққылмен емес, ашықта құлдилап шауып барады. Солдаттардың қолына жан дегенде жалғыз қызы түсіп қалғанын көріп, жан ұшыра жүйрік атымен шауып келе жатты. Беркін батыр 50-ді еңсеріп қалған шағы болса да, ат құлағында ойнайтын өте ширақ адам болған. Жиекке қарай сытылып шығып, алыстан қатарласа шапқылай жөнелді. Жалғыз аттыны байқағанда, солдаттар да, басшылары да
қолдарына қару алып үлгіріп еді. Беркін осы кезде садағын тартып қалды. Әлгі желе жортып бара жатқан иықта келген еңгезердей солдаттың қолынан қыз сытылып, құлап бара жатқандай болды. Беркін енді айқайын салып, «Я Алла, Алла, Алла!» деп тура солдаттарға қарай құлаштай шауып бара жатты. Қару кезеніп үлгергендер гүрс еткізіп, атып, жан жағынан оқ жаудырды. Өзіне де, астындағы жүйрік атына да оқ тиді. Ал әкесі атқан оқ аппақ тамағының астын орып өткен қызды да жерге түсірді. Осы сәтте қызы мен әкесі соңғы рет бір-біріне қарап үлгерген еді. Әкесінің не үшін мұндай қадамға барғанын түсінген балғын, бейбақ жас қызы бір қырындай құлаған жерінен қолын әрең дегенде кеудесіне қойып, басын иіп көз жұмды. Ондағы ишара мына малғындарға қор қылмай, ару, пәк күйінде ана дүниеге жібергеніне разылығы еді. Таудың жоғары жағынан көренген дауыстар шығып жатты. Есілде болған ерлерім-ай, сай-сайда, тау-тауда аңқұсқа жемтік болған қаралы халқым-ай. Топтың ақсақалы көзіне жас алып, төменгі жақта не болғанын байқап тұрса да, дыбыстарыңды шығарушы болмаңдар. Біздің бері өткенімізді білсе, соңымызға түседі. Жауды бөгемек болғандар да, кешеуілде қалып қойғандар да мерт болды. Жүрейік деді. Алдыңғы кезеңдерде тау арасымен ауып қашқандар оңай құтылып кетіп жүрді. Қазір бұл маңайды қатты күзетіп, біраз әскер қоятын болған. Менің әкем әуелгі кездері өз күштерімен жаудың бетін тойтарамыз, немесе келісімге келетіндей шарттасамыз деп ойлаған. Ақыр аяғында бұларды қанды қол қарақшылар, көтерілісшілер, бандылар деген жаламен мықтап соңына түсе бастаған. Тіптен қарусыз, онсыз да өлмекке жаны шықпай отырғандардың өзін ауылын өртеп, жермен жексен етіп кетіп жүрді. Әрі беріден соң, бұл саясаттың, бұл соғыстың неге бұлай болып жатқанын түсінбейтін. Елге теңдік орнатамыз дейді, бірақ озбырлығы одан жоғары, сұрқиялығы тым сорақы. Сол кезеңдерде арып ашып, қашып, көшіп үлгіргендер Тәжікстан, Ауғанстан, Өзбекстан, Қытайға ауып, тоз-тозы шығып кетіп жатты. Ол жақтарда да айқара құлашын ашып, ешкім күтіп тұрмады. Бірақ соңына түскен тажалдан қашып құтылғандар болды. Атамыз өте алғыр, бір көрген жерін ұмытпайтын өте сақ, түйсікті болса керек. Жаста болса кезінде 2-3 жыл дәулетті әкесі арабша, парсы тілдерінде оқытып, жақсы меңгерген. Алғырлығымен, мұқияттылығымен, тектілігімен жүрген жерлерінде әртүрлі кәсіп үйреніп, медреседе де білімін толықтырып жүрді. Құранды таза оқып, араб тілін жақсы меңгергенін байқап, медреседе жас болса да алдына бала жинап беріп, оқытуын сұрайды. Өзбекстан мен Қазақстан, Қытай шекараларында жүріп, қазақтарды өткізуге бірнеше рет көмектеседі. Кейіннен Қазақстан жер көлемін, табиғатын зерттеп жүрген геологтарға кездесіп, солармен біраз жол сапарлар жасайды. Ғылым білімге құштар жас жігіт олардың араларында жүріп, орыс тілінде, орысша жазу, сызуды да тез үйреніп алса керек. Геологтар жігіттің қағілездігіне таң қалып, қазақтар малмен көшіп қонудан бөлек өте зерек, алғыр, ойы ұшқыр халық бола алады деп айтады екен. Ол әрине солай да еді. Әйтпесе ұшан теңіз кең байтақ жеріміз бен атамекенімізді, салт дәстүрлерімізді сақтап қалар ма едік? Одан кейінде өз еліне келіп, енді жаңа өмір бастауға болар ма екен дегенде, сол тырнағын батырған саясат әлі де қазақтың желкесіне қонып тұрғанын, әлі де көзі ашық, көкірегі ояндау дегендерін біртіндеп жойып жатқанын байқады. Мұның жанын алып қалғаны сол сақтығы, шекара асып қиын сүрлеу, адам аяғы баспайтын жерлермен қуғыншысын адастырып кететін шеберлігі еді. Кейіннен Ұлы Отан соғысы басталғанда өз елінің қазақ жерінен 1942 жылдың басында немістерге қарсы соғысқа аттанады. Көзін ашқалы атыс шабыс, соғыс көріп, әбден қайралған адамға бұл шайқаста да қорқу, уайым шегу дегенді білмеген. Сәл тыныстағанда қаза намаздарында қалдырмапты. Сол үшін командирлерінен де жаза алса керек. Бірақ сұрапыл соғыста аянбай ерлікпен жауға қарсы шыға алатын өрлігі үшін
қатты қыспаққа да алмаса керек. Сөйтіп, 45 жылдың аяғында елге қайтады. Өзімен бірге соғыста бірге жүрген қазақ жігітімен танысып, осыдан тірі қалсақ, елге барып екеуміз де өз жарымызды табайық. Құдай бұйыртса, ұлды қызды болармыз. Құда болайық. Сосын соғыс бітуге таяды, жақсы күндерде жолықтырсын, деп екеуі қоштасқан екен. Әлгі жігіт Шиелінің Бәйгеғым деген ауылынан ізде деп кетіпті. Өздері келіскендей, соғыстан аман есен шығып, екеуі де үйлі жайлы болып, осы өңірге келіп, қыз алысып, шынымен де құдандалы болыпты. Сол зұлмат замандарда бір әулеттен жалғыз тұяқ қалып баратсың, атамекенің осы, қайта орал деген әкенің аманаты орындалды. Әкесі бас көтерген жасақ басшылары болған, із-түзсіз кетті. Анасы көшкен елмен жүріп, ауырып қайтыс болған. Сол кезден тұл жетім қалған бір түйір ғана баланың тағдыры еді бұл. Ал осындай қаншама қанжылаған тағдырлар болды. Қайсысы қалай жетілді, бір Құдайдың өзі біледі. Ал бұл атамыздан 2 қыз бір ұл болған. Бір ұлдан 8 ағайынды тараған. Құдай өзі шебер, өзі кең ғой. Тамырын терең жайған бәйтеректей, бұл ұрпақтардың өзі балалы шағалы, алды немерелер өргізіп, бейбіт өмір сүруде. Қазақ халқы басынан небір зұлматты жылдарды, ғасырларды өткізсе де, қазақ болғалы, батырда өжет ата-бабаларымыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен келтірген, ұрпағының емін еркін, бейбіт өсіп өнуін армандаған. Қазіргі бейбіт өміріміз үшін ата-бабаларымыздың аруақтарына бас иеміз. Әңгіменің соңы.